Бір күні қазақтың игі жақсы бренд болуға лайықты домбыра, қымыз, құрт және асық бір дастархан басында бас қосып қалыпты. Қанекей, көрейікші. Ой, достар, тұрыңдар. Не бәрін ұйықтап қалдыңдар ма? Сәлем бауырлар. Қайырлы таң. Құрт, сен қайда жиналдың? Мен Астанаға кетемін. Не үшін? Сол Астана өсіп өркендеп жатқан қала. Несі бар? Шымкентімізде өсіп өркендеп жатыр емес пе? Қане, соңғы жаңалықтарды оқып көрейікші. Түркістан түркі дүниесінің астанасы. Я, не деп жатыр екен өзі? Онда Абай жөнінде жазыпты. О, міне, оңтүстік Қазақстан облысына елбасы іс-сапармен келе жатыр екен. Бәрекелді. Жақсы жаңалық қой. Мен онда жолға кейін шығам. Бауырлар, менде бір ой бар. Біз елбасының оңтүстікке сапарына бір нәрсе дайындасақ қалай болады? Не дайындаймыз? Біреуден ақыл сұрайық. Ауыл сыртында көпті көрген трактор бар. Соған барайық. Жүріңдер, кеттік. Барсақ барайық. Ұйықтап жатыр ма өзі? О, бәрің жиналып, не шаруамен жүрсіңдер? Оңтүстікке елбасы келе жатыр екен. Сол кісіге не көрсетсек болады? Елбасы, облысымызға жаңа әкім келді деп естідім. Көп жаңа істер бастап жатыр екен. Менің ойымша, сол кісімен ақылдасқандарың дұрыс. Рахмет сізге. Рахмет. Жолдарың болсын. Охо, міне, әкімшілікке де келіп қалдық. Сәлем, сержант. Қош келдіңіздер, қазақтың игі жақсылары. Рахмет айналайын. Біз әкімге келіп едік. Жақсы, өте беріңіздер. Амансың ба қызым? Елбасының іс-сапарына қатысты әкімге ұсынысымыз бар еді. Сізге қазақ мәдениеті мен салт-дәстүрлерінің өкілдері келіп тұр. Кіріңіздер. Ассалаумағалейкум әкім аға. Уағалейкум ассалам. Қазақтың мықтылары келіп қалыпсыздар. Төрлетіңіздер. Біз облысымызға елбасы келе жатыр деген қуанышты хабарды естідік. Сол кісіге не көрсете аламыз? Сізден ақыл сұрай келдік. Елбасымызға облысымыздың жетістіктерін, соның ішінде жақсы өнімдерімізді көрсетсек дұрыс болар еді. Мен сол өнімдерді ғасырлық тәжірибесі бар сіздердің анықтап бергендеріңізді қалар едім. Бәрекелде, бұл құрметіңізге үлкен рахмет. Сеніміңізді ақтаймыз, әкім аға. Цемент өнімдерінің ішіндегі ең мықтысы осылар. Стандарт цемент. Жаттығуларын қарашы. Қане, сынап көрейік. Сынақтан сүрінбей өтті. Жарайсыңдар. Мына цементтің күштісін-ай. Меніңше бұл өнім облысымыздың атынан шығуға лайықты екен. Олай болса келесі өнімімізді де іздейік. Шымкентте құрылыс қарқыны бір сәтке тоқтамай тұр. Құрылысқа сапалы кірпіш қажет екені белгілі. Ал енді кірпіштердің сапасын көрейік. Қай кірпіш мықты екен? Мана сарбаздарға кірпіш жақ келер емес қой. Темір жұдырыққа шыдас берер кірпіш бар ма екен? Ой-вай, мынауың сұмдық қой. Не деген күш? Сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тапты, бар қалан. Алға бадам кірпіші. Қане, қайтер екен? Шыдас берер ме екен, әлде сын түсер ме екен? Бәрекелде бадам кірпіші. Жақсы күйдіріліпті. Жарайсың кірпіш, сенің күштілігіңе тәнті болдық. Меніңше бұл кірпіш біздің облысымызды көрсете алады. Әкелбесті. Я, дұрыс айтасың. Охо, мында да қызық болғалы тұр. Дүкен сөрелеріндегі құс өнімдерінің сапасына көз жүгіртіп өтейікші. Мынау американдық Буштың балтырлары емес пе? Мен сонау Америкадан келдім. Бәрінен мықтымын. Мынау Ресейдің тауық еттері. Мен Ресейденмін. Так, біздің өнімдер қайда екен? Мына тауығың түйедей ғой өзі. Иә, мен ордабасының түйе тауығымын. Мынауың келмей жатып саңқылдайды ғой өзі. Бәрекелді,
ордабасы құс басқаларын нарықтан ығыстырып шықты. Жарайсың. Мынау құс өнімі мықты екен. Біздің іздегеніміз де осы емес пе? Жарайсың. Келесі өнімді көрейік. Жүріңдер. Тезірек, жүріңдер. Алманың да дәмдісі біздің бақта, яғни біздің жақта. Осыны есте сақта. Сізді дәмі жағынан, сапасы жағынан да Алматының апортынан кем емес дейді. Бұл туралы не айтасыз? Бұл туралы не айтсам екен? Кешіріңіздер, бұл сұраққа мен жауап беремін. Түлкібастың алмасы табиғи, таза өнім. Әйтпесе, мен мұнда өмір сүрмес едім ғой. Мында айтыс болып жатыр ғой. Шипалы сарағаш суы мен әсел қыз. Кәне көрейік. Қандай екен қарындас, сарағаштың ваннасы, қандай екен қарындас, қайлайлым. Ей, ағасы, дертке дауа шипалы су екенсіз, мақтағанды қатыратын қу екенсіз. Құлаққа кеспе көже ілдіріп қояды екенсіз, жанға жайлы әзілмен күлдіріп қояды екенсіз. Бірақ та қақпағыңыз ашылғанда Шымкенттік екеніңізді білдіріп қояды екенсіз. Жарайсың әсел қыз, қалпағын қайырдың. Ерекшелігі бар ағайсыңдар ғой енді. Жаңағы айтып отырсыңдар ғой, мен облысты үш шымен айтамын. Шырайлы, Шымкент шаһары. Шыға жақсысыңдар ғой жандарымда. Ал мында қай балықтың еті дәмдірек деген сұраққа жауапты сараптамашылар алыстан келген Азулы Акула, өзіміздің Шортан Бурабаевич пен Лаха Сырдариевналар жауап береді. Әрине, дәмін татып болған соң, арандарыңыз ашылсын. Шардараның сазанына таласып қалды ғой бұлар. Жарайсың сазаным, қайдасың қазаным. Бәрекелді, Шардараның сазанына жетпейді екен ғой. Я, бұл өнім де табылды. Адамға Құдай өмірді бір-ақ рет береді, оны Шымкентте сүру керек. Көрдің бе, елбасының өзі Шымкент туралы не деді? Ал сен болсаң Астанаға кетемін дейсің. Оның үстіне Шымкент Қазақстандағы 3-ші қалаға айналады. Оның рас екен. Олай болса, мен Шымкенттен еш қайда кетпеймін. Міне осылай болса керек. Шымкенттің барына шүкір.